2 жылда Әлімжан Асқар енді 2 жыл бұрын аз ақша табылған шығар комментаторлықпен, енді сондай болды ғой, басқа да жұмысын болған шығар. Қазір 100% айта аламыз ба, соққы және гол бүкіл табысын бір 90-80% немесе 60-70% осы соққы медиадан келіп жатыр деп? Әрине, иә. Ол жерде бірақ біздің табысымыз әлбетте демеуші букмекердің көмегінен болады, көп бөлігі. Бірақ біз ондай бір қатты байып кеттік деп айта алмаймын енді. Әлі шкодамен жүрмін десе. Жоқ, айта аламыз ба, мынанша деп. Енді бүкіл көрерменге жаңа бастап жатқан YouTube арналар, спорттық YouTube арналар көп қой қазір. Неше түрлі жас жігіттер камера болады да, влог түсіреді. Енді сендерді қарап ынталанады. Мен нақты сомасын айта алмаймын, керісінше байланысты, бірақ мынадан көп па деп сұрасаңыз, мен соны айтайын, көп па аз ба деп. Продакшн ақшасын айтайын, жеке сенің ақшаң емес. Продакшн ақшасын айтуға болады. Бір видео түсіруге 600 мың теңге кетеді. Бір видео түсіруге. Ол жақтағы айлық бар, адамдардың айлығы. Сосын біз қонақтарға да төлейміз, айтпақшыдай. Сіздер төлейсіздер ме қонақтарға? Жоқ, біз төлейміз. Біз тек қана Ермұхамед Мәуленге төлейміз деп па? Қалжыңда ешкімге төлемейміз. Біз эксперттерге Дидар Есеев бар, Әлімжан Тасболатұлы бар, бізде өте көп эксперттер бар ғой. Редакторлар әрбір келгені ақша олар, дұрыс па? Иә, себебі бізде негізі YouTube-те, телеарналарда адамның еңбегі дұрыс бағаланбайды. Біз біріншіден өзімізде байып кетсек болар еді, бірақ кішкене бұл әділетсіздікті бұзғымыз келді, сондықтан бізде жұмыс ақысы өте жақсы деп ойлаймын. Нарықта ең көп қонақтарға, эксперттерге және редакторларға ақша төленеді деп білем. Бізде мысалы монтаж жасайтын жігіттің айлығы 1 миллионнан асады айына. Ол да шығарылымға байланысты ма, әлде гонорар ма, таза айлық? Ол бізде монтаж жасайтын редакторлар, олар айлық қылып алады, шығарылым неше шықса да. Бірақ бізде бәрібір соққы және голда 3 айда 18 шығарылым түсіру деген мақсат бар, сондықтан түбі бәрібір сондай санға келеді. Бірақ соққы және гол бұл барлығының ойынша Әлімжан Асқардікі және Бексұлтан Кеулімқостікі. Дұрыс па? Бір жерде өздерінің араларында ертең бір құдай сақтасын келіспеушілік болмай қалса. Мысалға Бексұлтан үйленіп басқа жаққа кетіп басы айналып, мынау Әлімжан деген негізі деп па, әйелі ба? Неге сенен көп алады деген бір әңгімелер шығып жатса, директор сен болуың керек. Иә, директор сен болуың керек. Бірінші лицо сен болуың керек деген кезде сендерде бір қағаз жүзінде, заң жүзінде бір не бар ма? Договор, шарт, әлде барлық достық. Сөйтсе 2 жылдан кейін айтып отырмас, ол кезде договор жасау керек. Біз қателік брачный договор дейді ғой енді, ерлі-зайыптылар. Сендерде сондай араларында бар ма, әлде тек қана қанша табасыңдар, соны 50-50-ге бөлесіңдер? 70-те 30 бөлеміз, енді өтірік айтпай ақ қояйық. Тапқан ақшаның 30% Бексұлтандікі, 70% менікі, бірақ неге айлыққа төленетін ақшалардың барлығы мен сол 70%-дан төлеймін. 30% аз емес пе деп? Жоқ, басында жоқ, 70%, бірақ шығын да менен ғой. Мәселе былай болды негізі. Әлімжан осыны идея тастаған кезде айтты маған, Бексұлтан 50-50 бөлісейік деді. Мен айттым, жоқ, Әлімжан, бұл сенің идеяң, мен сені көріп тұрмын, желанияң мықты. Сол себепті сен бірінші нөмір болуың керексің. Бәрібір де жауапкершілікті, Әлімжан, сен сәл көбірек ал, 70% сен өзің ал дедім да. 30% маған жетеді. Мен өзімнің жалпы міндеттерім бар, өзім қосқан үлесім бар. Сол үлес маған жеткілікті деп, сол әділ пайымдадым деп ойлаймын. Біз енді басында бөлген кезде 0 теңгені бөлдік қой. Бізде 0 теңгені бөлдік. Сосын ең бірінші ақша түскенде Спорт.ру-дан жарнама түсті, 5000 теңге. Сол кезде Бексұлтанға айттым, 2,5-2,5-дан бөліп алайық. Телеграмға түскен шығар? Иә. Бексұлтан айтты, жоқ, 70%. Сенікі 30% менікі деп. Кейін ақша өскен сайын осы 70-30 дегеннен біз ешқайда алыстап жатқан жоқпыз. Себебі бізге ең бірінші Бексұлтан екеуміз қол алыстық қой. Сол өте маңызды болды. Оған қоса бізде ақша жоқ кездерде болды ғой, мысалы өте көп. Сол кездерде де шығындарды бөлген кезде сол 70-30 деп бөліп жүрдік. Жалпы негізі ақшаға келгенде бізде ешқандай бір мәселе туындаған жоқ, туындамасында. 1 миллион теңге алған кезде, таза қолдарына, ақшаларына 1 миллион түскен кезде қандай эйфория болды ма екен, қандай сезімдер болды? Міне осыған жеттік пе, жете алдық па деген. Ол мен үшін ғана 0-ден басталған стартап қой, Бексұлтанның жағдайы құдайға шүкір бұрыннан жақсы ғой. Бұл 15 жасында миллионер болып қойған, бұған ол сол кездегі уақытын айтатын шығар. Ал енді мен соққы және голдан тапқан бірінші миллион жайлы емес, 250 мың теңге жайлы айтқым келіп тұр. Себебі мен Сетантада жұмыс істеп жүрген кезде редактор ретінде айлығым 250 мың теңге еді. Сөйтіп соққыдан бір шығарылымда 250 мың түскен кезде, мәс, аған бұндай да ақша бар екен ғой жалпы деп қатты таңғалғанмын. Сосын маған теннистен хабарласты.
Рыбакинаның Australian Open'дағы финалын жүргізу керек болды. Сосын неше теңге деді да, мен білмеймін, өздеріңіз айтыңыз деп едім. Олар 200 мыңға жүргізесіз ба деді мағанша. Мен анау ойбай, сонда 200 мың комментаторға төлеймін деп, біз енді 15 мың алуға үйреніп қойғанбыз ғой. Сол кезде қатты бір не болды, резонанс болды менде. Біз айлығы аз, 250 мың теңге айлығы аз алып жүрдік та, кейін соққыда бір шығарылымда немесе басқа жерде матч жүргізуге сол 250 мың ала бастаған кезде кішкене өзгешелік болды. Бірақ мен білмеймін, біз қазір ақша туралы біраз әңгіме айтып жатырмық, бірақ маған бір мүлдем ол қызықтыратын мәселе емес. Шүкір, отбасыға, әйеліме, қызыма, мамама жетіп жатыр, үйіміз бар, астында көлігіміз бар, қалған ақша жиналып тұр. Ол ертең соққыны бұдан әрі дамыту керек, студияны үлкейту керек деген сияқты. Әлімжан Асқар үй алды деді. Сондай бір ақпарат шықты. Сол мамамның ақшасын алды ғой. Алынған енді түсінікті ғой. Соққы және медианың ақшасына түскен қаражаттан ба? Иә, бірақ қанша жыл жиналған қаражат? Бір жылда. Бір жылда. Үйдің ақысы қанша? Неде? 45 миллионға алдық. Ол Алматы қаласында емес, Алматы облысында. Қазір сол жақтасың? Қарасай ауданы Іргелі ауылында. Жері ғой, мен ол айтып отырмын ғой, соққы медианың жиналған ақшасы емес, мен мамам ақша күшті жинайды енді. Ол кісі анау мұғалім болып істейді, және мұғалім болып істеп жүріп бізге Алматыдан баспана берген, 2 баспана, квартира. Мемлекеттік қызметкер ретінде? Иә, себебі жақсы жинайды, кәдімгідей ақшаның қадірін білетін кісі. Сондықтан мен тапқан ақшаны анама әкеп жүрдім, олар әйелі жинады, сөйтіп біз үй сатып алдық. Оны мен бір келіп YouTube-тан түскен ақша, міне үй алам деген сияқты болған жоқ, ол кәдімгі жиналған ақша.